саған білу керек нәрсе. Болашақ деген жоқ. Сен егер күтіп жүрсең, болашақта бәрі күшті болады, болашақта мен әдемі болам, болашақта менің қолымда мынандай телефон болады, менің астымда мынандай машина болады, менің түрім мынандай болады, бірақ білмеймін қашан екенін, бірақ сондай боламын деп жүрсең, ол болмайды. Мен сені разочаровать етейін. Себебі ондай нәрсе сенің қазіргі істеп жатқан нәрсеңе байланысты. Егер сен қазір ештеңе істемесең, болашақта тура осындай боласың. Только түрің одан әрі жаман, жағдайың одан әрі нашар, денсаулығың одан әрі нашар болады. Егер болашағың жарқын болғанын қаласаң, онда сен қазірден бастап бірдеңе істеуді бастау керексің. Мақсат қой, арманда, соған жете баста деген секілді. Өткен шақты көп ойлап, ойларыңды жан-жаққа шашыратып, энергияңды құртпау керек. Біз ойымыз жан-жақта болған кезде энергиямыз босқа кетеді. Адамдарды ойласақ, адамдарға бүкіл энергиямызды береміз. Мысалы, мен өзімнің сөйлеспей қалған жігітім туралы ойлай берсем, мен оған бүкіл энергиямды берем. Ол рахат етіп деп жүреді. Одан кейін мен энергиям бермей, оны ойламай қалсам, ол менді қайтадан іздей бастайды. Бұл сондай өзі энергетикалық заң бар сондай. Сол үшін адамдарды мүлдем ойламаймыз. Одан кейін барып, вниманиямызды только осы жаққа қоямыз. Бір айдан кейін не болады, 10 күннен кейін не болады, маңызды емес, қазіргі шақ қана маңызды. Сол үшін қазіргі шақта, дәл қазіргі уақытта не істеп жатырсың, соны ойлан. Телефон қарап жатырсың ба, ұйықтап жатырсың ба, карта ойнап жүрсің ба, қарызға батып жүрсің бе, солардың бәрін доғарып, жаңағы мақсаттар қой. Қарыздан шығам, болмаса мұнша ақша жинаймын бір айда мынандай уровеньге жетем, бір жылда мынандай уровеньге жетем, бір аптада мынандай уровеньге, бір аптада енді қатты уровені көтерілмейтін шығар, бірақ сонда да кішкене күнге, аптаға, айға мақсаттар қою керек. Сол кезде адамның өмірі біртіндеп өзгереді. Ал болашақта бұндай боламын деп ойлап жүру, ол жоқ деген сөз, ол иллюзия. Сол үшін болашақты да, өткен шақты да, адамдарды да ойламаймыз, мүлдем өсек өтірікке жоламаймыз, только фокусты мақсатқа қоямыз, сонымен ғана жүреміз. Адамдар туралы да ойламаймыз. Пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.